Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қазақ қасиет тұтқан бұйымның бірі қамшы. Біраз шаңырақтың төрінен орын тапқан, қамшының ата-баба өмірінде алған орны ерекше. Бүгінде оның қадір қасиеті мен тәрбиелік мәнін барлығы бірдей білмейді. Осы орайда ұлттың байлығына баланған бұйым туралы сөз етпекпіз. Қазақтың қамшысы тек өрім мен сабы бар құрал емес. Ол өмірге деген көзқарас, табиғатпен үндестік, дана халықтың өмірлік пайымы. Қамшы арқылы ұлттың ішкі дүниесі мен сыртқы болмысы көрініс тапқан. Ол негізінен үшке бөлінеді. Жай қамшы, күнделікті қолдануға арналған. Салтанатты қамшы, бұл көбіне ою-өрнекпен безендіріліп сыйлық ретінде беріледі. Соққы қамшы, бұрын жауынгершілік замандарда қолданылған. Бұл қазақтың ұғымында сарыла қамшы негізінде бұл өзі қасиетті қамшы болып саналады. Ертеде мынау бақсылар, балгерлер сарала қамшы жүрген жерде жын сайтан жүрмейді деген ұғым болған. Мына сарала қамшымен шошынған, ауырған адамдарды аластаған осы қамшымен. Негізі бұл енді қамшылардың ішіндегі бір төресі деп айтуға болады, сарала қамшыны. Енді мына қамшыны қалай жасадыңыз, соған тоқтала кетсеңіз. Мынау сарала қамшы, мынау өрімі міне. Алып таспадан өрген жұмыр өрім дейді бұны. Мынау кекілдігі дейді. Мынау алақаны. Енді мынау сабы. Сабына мына жерде міне былғар орау керек. Мен енді мынау әдемі болсын деп изолент орап қойдым, енді көруге жақсы болсын деп. Мынау жезден иіп салған, сосын жезбен ораған былай қарай міне. Мынау бүлдіргісі. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деген осы бүлдіргі. Мынау міне қол ұстайтын жері енді қамшының. Қазақтың қамшыгерлік өнері ұлттық мәдениет пен батырлық рухтың маңызды бөлігі. Бұл өнер қамшыны шеберлікпен ұстау және оны қорғаныс пен шабуыл қаруы ретінде пайдалану тәсілдерін қамтиды. Сонымен қатар қамшыда кие болған, яғни қасиеті мол. Оның киелігі бағзыда бабаларымыз адам желігіп, желденіп, есі ауысқанда сарала қамшымен ұшықтап емдеген екен. Қамшы туралы көп нәрсені білмейміз қазір. Бұл қамшыны тек қана сәндік құрал ретінде, не болмаса бұрынғыдан қалған бір құрал ретінде ғана қарап отырмыз. Әйтпесе бұл біздің мәдениетімізде, өнерімізде, тұрмыс салт дәстүрімізде қамшының алатын орны көп қой. Енді біз бұл жерде тағы да бір қамшыны көріп отырмыз. Мынау қамшы туралы бірер сөз айта кетсеңіз, енді көрермендеріміздің көбіне таңсық болар. Өйткені мына сабын бәрін өріп шығарады. Дүр қамшы дейді, дырау қамшы дейді. Бұны қамшыгерлер ұстайды. Қамшыгер дегенде ол бір сарбас, батыр деген сөз. Қамшыгерлер деген сөз. Мынаның ішіне темір сарып өрген, мынаның ішіне жіп салып өрген. Соны мен көрсетуге істегенмін ғой әдейі. Мына қамшыны қамшыгерлер ұстайды. Бет алды ұстамайды. Бір айта кетсеңіздер, бір әңгіме бар. Баласын дайындайды екен қамшыгерлікке. Сосын оған айтады екен, сен жаның ешкімді ертпе. Қашсаң құтыл, пәледен машай қашады деген. Өзің ешкімге соқтықпа. Сенің қолыңда қылышың, найзаң жоқ, саған ешкім соқтықпайды. Қамшымен ғана жүресің. Өзі сал жігіт жаңа бір ауылға келеді екен. Ауылға келсе, ауылда той болып жатыр. Өлеңді айтады, домбырады шертеді, жаңа жерде кеш батып кетеді. Сосын ауылдың кісілер айтады, мына жерде пәленшекеңнің түйесі жатыр, малы жатыр. Оның бурасы жаман. Қазір бураның нететін кезі. Құтыратын кезі. Сен оданша айналып кет келген ізіңмен деп. Мына ойлайды, не істейді маған? Қамшыгерім. Содан келеді дағы жаңа төтесінен тартады ғой. Содан айтқанындай бура қуат. Өзі күні бойы аш тұрған ат, соны әбден жақындай бергенде қамшының басынан бір тартады бураны. Үйіне кетеді, бітті, бура қалды. 2 күннен кейін артынан кісі келеді. Әй, сені ана ауылға шақырып жатыр. Не болды? Ана ауылдың бурасының басын сен қылышпен шауып кетіпсің. Қылышпен шауып кетіпсің. Жоқ, қылышпен шақпын, қамшыменен.
Сосын әкесі не болды, анау мына кісі ертең жоқ, папа, әке ертпе. Барса, ауылдың кісілері жиналып отыр, сол ауылдың биі бар. Қалай болды? Сені мына кісілер міне бурамызды өлтіріп кетті дейді, бураны бауыздап алды ғой, өлейін деп жатқан жерінен. Мен қаштым, бура қуды. Сосын болмағасын қамшымен бір тарттым басынан. Сен қалай бір тартып қамшымен басын айырып тастадың терісін? Сосын айтады, мен әкем соған дайындалған қамшыгермін. Онда ана сойылған тері қайда? Әкелім жеге жай. Қара жерге теріні жайып, ал тарт енді. Қамшыны тартқанда теріні айырып жүрген екен. Әлгі бала, жігіт. Сосын би риза болып, анаған батасын берген екен. Ешкім саған жала жаппасын, бірақ өнерің жерде қалмасын, айналайын. Жолың болсын. Бітті. Батасын берді де би қайтарып жүрді. Үйіне келді. Би ақылды кісі екен, жақсы кісі екен, осылай мені көрді, осылай істеді. Не деп айтты? Саған ешкім енді жала жаппасын, бірақ өнерің жерде қалмасын деп айтты. Жарайды, ертеңсін ол кезде білесіз ғой, ауыл жиналады, қымыз ішеді, бір-бірінен жаңа киіз үйлерінен аралап сөйтіп жүргенде, балаң барып келді ме? Барып келді, сөйтіп айтты, би деп айтты. Шақыр балаңды. Балаң аузынан естейік. Бала не болған түгелін айтты. Сонда ауылдың ақсақалы айтқан екен. Балам-ай, би дұрыс істеген екен, бірақ саған жұмыс беріп жүрді депті. Жоқ, ештеңе айтқан жоқ, ештеңе берген жоқ. Өнерің жерде қалмасын дегені мынаны сен үйрет. Ауылға, жастарға, балаларға үйрет. Иман Жүсіп деген әнші бар ғой. Бар. Өзіміздің жерлесіміз. Сол Иман Жүсіп марқұм ол кісі керемет қамшыгер болған екен дейді. Жас күнінде. Иман Жүсіптің жаңа Қажымқанмен екеуін ерегесіп қалатыны да бар. Батыр кісі ғой енді. Сонда анау Қажымқаннан сұрайды дейді. Ана Қажымқан киіз үйдің алдында жәрмеңкеде келесі көрініске дайындалып жатқанда көлеңкедегі отырған ақсақалды көрмей, әлгі ақсақал ашуланып, неге маған сәлем бермейсің деп, содан ерегесіп, ана кісі қатты сөйлеген ба, ақсақалға бірдеңесі бар. Содан ана кісі барып, келесі киіз үйде отырған Иман Жүсіпке барып айтады ғой, анау тентегініңді неге тыймайсың деп, екеуі де қыпшақ енді, Иман Жүсіп та Қажымқан да, соны айтып тұр ғой. Тентегің неге тыймайсың, ақсақалға сөйтіп жаңағындай ерсі қылық көрсетті деп. Сосын жайдақ тұрған атқа міне салып Иман Жүсіп, мұң айтпастың қара күшігі шық далаға дейді ғой. Сонда Қажымқан шыққанда арқасынан қамшымен осы жіберген екен дейді. Сосын бұрылып кетіп қапты. Сонда Қажымқан екі тізесі қалтырап киіз үйге әрең кіріпті. Сонда кісілер сұрайды ғой, сен Қажымқан ана Иман Жүсіпке неге жауап бермедің дегенде, біріншіден ол мен ағам еді деп айтады дейді. Ағам ғой. Екіншіден Иман Жүсіптің әзірейелі қамшысын ұшында жүреді. Ол мені ұрған жоқ, арқамнан сипады деп айтады дейді. Егер шында ұрғанда мен тіл тартпай кетер едім деп. Қамшы негізгі үлкен екі бөліктен тұрады. Өрімі және сабы. Мұндағы өрім қазақ шеберлерінің керемет өнері. Әр өрімнің өзінің символикасы мен терең мағынасы бар. Шеберлер өрім жасауда әр таспаның қиюласуына, бір тұтастығына мән берген. Бұл қамшының тек құрал ғана емес, өнер туындысы екенін көрсетеді. Қамшыға қалай дайындайды? Қазір қайсты дайындайтын бұрын илеген кісілер. Ол кісілер қазір жоқ. Қазір базардан сатып аламыз. Дайын аламыз. Сосын базардан сатып әкелеміз. Бұның қазір көпшілігі сиырдың терісінен істеп жатыр. Қайсты мынау түгел қалың көрдіңіз бе? Иә. Бұны жылқының терісінен істесе, ең жұқасы серкенің терісі. 3 жасар, 4 жасар ең жұқасы. Одан кейін жылқының терісі, одан кейін бұзаудың терісі. Қазір көбі қара малдың терісінен істейді. Біздің Қазақстанда істемейді, бұны көбінесе қазір Россиядан әкеледі. Сосын оны бірінші таспалап тіліп аласыз, иә? Бұны таспалап тілесіз. Қазір мен сізге көрсетейін оны таспаны. Ал бірақ илейтін кісілерді көрдім. Илеген бала кезінде, жас кезінде. Мынау қазіргі бәкілер ғой. Мынау қазіргі бәкілер. Бұрын ниеті бәуре болмайсың, мына басын лақтырып жібересіз дағы. Сосын бұны мен тіле бересіз. Бісміллә. Бала кезімізде көп ұстап едік осыны. Ауылдың баласы көрінесің ғой өзің? Иә. Қойшының баласымыз ғой біз. Қай жақтікі, қай ауылдікі? Баян ауылдан. Ойбай, інім болдың ғой. Торайғыр деген жердеміз. Інім болдың ғой онда. Оны тілген адам ұстайтын адамға да байланысты ғой, ұстап отырған. Көп байланысты. Адағы екеуін бірдей ұстамасаңыз, біреуін босатып алсаңыз, бұл жөндеп тілінбейді.
кетіп қалады онда. Міне осылай тіліп аласыз, сосын бұны былай қырнайсыз міне. Қырнау деген ол мына қайыстың шетін алу ғой. Мына өзегін шетін алу деген сөз. Шетін алу деген сөз. Міне көрдіңіз бе? Енді мынаны жылан бауырға бөреміз. Мына жұмыр өрімді көрдіңіз. Жылан бауыр ол үсті дөңес болады да, асты тегіс болады. Қазір біздің үстіміз жалпақ болады, асты дөңес болады. Мына осы өрімде міне былай. Енді оны өру басқа ғой оны. Басқа міне. Мынаны тастайсыз да біреуін. Мынаны екеуінен бірақ басасыз былай. Енді мынаны апарасыз да міне. Шеткі қалады. Шетін шығарасыз да, мынаны екеуінен тағы басасыз. Үстінен басасыз. Міне. Көрдіңіз бе? Енді мынаны әкелесіз да былай міне. Мына шеткіні шығарып тастап, мына екеуінен бірақ басасыз былай міне. Сонда бұл жылан бауыры міне. Үсті әр жағы не болады? Дөңес? Жұмыр. Бер жағы жалпақ болады міне. Тегіс болады, иә. Бер жағы тегіс болады міне. Жылан бауыр дейді бұны. Ал төрт бұрыштыға 8 таспа керек. Оған 8 онда керек, иә. мынаны әкелесіз, мына таспаны. Былай екі таспадан кейін аласыз. Мына жерде 2 таспаны бірақ басасыз. Сонда 4 таспа тұрады бір жағында. Негізі 8 таспа оңай. 8 таспа оңай. 6 таспа ғой бұнда қиындауы, иә. 6 таспада бұл 3 рет нетесіз ғой. Ана шығарып тастап мынаны басасыз да, сосын келесіне басасыз. А мына 8 таспада ол бір рет басасыз. Ана екеуін шығарып тастайсыз да, екеуін басасыз былай. Көрдіңіз бе міне? Мынау не? Жылан бауыр деген өрім мынау. Міне мына жағы мынандай болады да, мындай не болады міне. Бұл жылан бауырды негізі көбінесе жүгенге қолданады ғой, иә? Жылан бауырды жүгенге қорады. Сосын бестемші деген өрім болады. Енді мынаны қойдық па? Міне бестемші деген былай міне, мына алып тастаңыз. Бесіне менен бесеу болады, иә? Бесеу міне. Былай саласыз міне. Ол тіпті оңай міне. Мына бестемші дейтін не. Былай сала бересіз міне. Көрдіңіз ба? Міне. Мына бестемші деген жүген өреді көбінесе. Жаңа жылан бауыр қылып та өреді. Жылан бауырды көбінесе құйысқан өмілдірік көреді. Өмілдірікке. Мына бестемші дейді міне. Екеуінің үстінен лақтыра береді. Міне. Шаш өрген сияқты. Ең оңай ғой мынау. Оңай. Мынаның бәрі оңай негізі. Бір көріп баса болды. Бірақ енді бұның қиыны жаңағы аттың жылқының басына шығаратын размері. Оның бәрі оңай. Бұның қиыны мына қайысты дайындап алу ең мәселесі. Міне мынадай болып шығады, жалпақ болып көрдіңіз ба? Мынау жүгендікі. Мынау жүгендікі. Міне бестемші деген. Енді жалпақ өрім деген бар. Жалпақ өрім. Оны міне былай салады міне. Мынау таспа ғой. Мына үстінен әкелесіз да, мынаны біреуін былай салып қаласыз. Енді мынаның астынан әкелесіз, мынаны үстінен әкелесіз. Ортасынан жіберіп отырасыз, иә? Сосын мынаны былай басып қаласыз міне. Сосын мынаның үстінен әкелесіз. Мынаның астынан әкелесіз, мынаның үстінен әкелесіз. Сосын мына шеткімен былай басып қаласыз міне. Міне. Көрдіңіз ба? Мынау енді сәл қиындау екен. Жоқ, қиын. Бір рет көріп алсаңыз түкте қиындығы жоқ міне. Мынау жалпақ өрім дейді. Бұны менің бала кезімде бәйбішелер түгерлі өретін ана. Әсіресе құлынған ноқтас дейді ғой. Сонда мынаны алашаның жіптері қалады ғой. Қиқым алашан. Сол жібіне мынадан ноқта өріп құлынның басына қазақтарым қалады. Көз тимесін, жалына байлап. Әрі жұмсақ. Міне, мына шеткіні битіп қаласыз да. Шеттен біреу ғана, иә? Біреу ғана. Мынаны былай алып бересіз. Мына неше таспа болса да, бірінің астынан бірінің үстіне міне. Бұл жалпақ өрім міне. Мынау оңай екен ғой бұл да. Бір жағынан үшеуін айналдырып отырасыз. Үшеуіне төртеу, бесеу айналдыра бересіз. Бір жағынан біреуін ғана, иә? Бір жағынан біреуін ғана шығарасыз міне былай. Міне. Ал енді көрейік, бұл қандай болып шықты екен. Қазір көресіз қазір. Мынаны бір тұтсайын енді. Мына жалпақ өрім. Мына бестемші. Мынау бестемші. Мынау не? Жылан бауыр. Мына жағы жалпақ міне көрдіңіз бе? Мынау жұмыр өрім. Осы жерде төртеу отыр қазір. Қазақ халқы атқа мінгенде қамшыны қолынан тастамайды. Әдетте қамшының бүлдіргесі білегіне іліп ұсталады. Бұл ер адамның күш қуатын, көшпелі өмір салтына бейімделгендігін білдіреді.
Жаяу жүргенде қамшы екі бүктеліп, етік қонышысына немесе белбеуге салып алынады. Ал ат үстінде қамшыны ұстау ыңғайсыз болса, оны тақымға қысып, ердің алдыңғы жағына іліп қояды. Ат үстінде қамшы бет алды шошаңдатып ұстамайды, біреуге сілтемейді. Егер де жол сұраған біреуге бағыт нұсқауға тура келсе, қамшыны екі бүктеп, оң қолына ұстап тұрып, жол нұсқап көрсетеді. Қамшы өрімін салақтатып жол көрсету әдепсіздік саналады. Ат үстінде біреуге қамшы ұсынуға тура келсе, қамшының сабын беріп ұсынады. Ерлі зайыптылардың қамшы ілу әдебіне тоқтала өтейік. Егер бір үйдегі ерлі зайыптылар екеуі де тірі болса, қамшы екі бүктеліп лайықты жерге, көбінесе төрге ілінеді. Бұл отбасы тыныштығы мен үйлесімділіктің белгісі болып табылады. Ал ері қайтыс болған әйелдер қамшының өрімін салақтатып біледі. Бұл келіп кеткен қонақтарға оның қайғысын білдіреді. Қонақтар қамшының ілуіне қарап, үй иесінің қайтыс болғанын біліп, әйелге көңіл айтып, бақиға қайтқан адамға Құран оқып дұға бағыштайды. Осындай киіз үйде отырады ертеде қазақтар. Атпен келіп, ана жерде ат байлаушыға атын байлап, егер қамшысын ертоқым түсіне тыстап кетсе атына, ол не хабар беруге келді, не сусын ішуге келді деген сөз. Асығыс жүр деген сөз. Егер мына қамшысын қойшысына, олар түрлі етікпен келеді жүреді ғой. Қоншысына тығып, не белбеуіне қыстырып келсе, ол қонаға келді деген сөз. Қонуға келеді деген сөз. Мына үйдің иесі келін сразу біледі, қонаға келген. Қонатын кісі бүгін дайындалады. Егер мына қамшыны былай иығына сап келсе, ол кешірім сұрай келді деген сөз. Кешірім сұрай келді деген сөз. Алдында жер дауы, жесір дауы деген ой кезінде неше түрлі даулар болды ғой, соған кешірім сұрай келді. Мына кісіні жоғарылатың кісі кешірім сұрайды. Егер мына қамшыны былай салбыратып келсе, ол дауласуға келді деген сөз. Міне, ешкім айтпайды, ешкім не етпейді. Егер мына қамшыны кигіз үйдің есік алдына былай салбыратып іліп қойса, жайлауда, мына үйдің иесі қайтыс болған, иесі жоқ. Бұл үйге түспей ақ қоюға болады. Үлкен кісілер келіп Құран оқысын, жай кісі міне есік ана босаға былай іліп қояды сыртынан. Мынау міне үйдің қаралы үй дейді ғой. Қаралы үй деген сөз. Жастайынан ат жалын тартып, оның құлағына ойнаған әрбір қазақтың қолында қамшы болар сөзсіз. Ұл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде ойнайтын дүр қамшы азаматтың айбарын паш етіп, беделін айшықтайды. Сондықтан болар, оны бабаларымыз атқа мінгеннен бөлек алқалы жиындарда да қолдарынан тастамаған. Тіпті кейбір келіспейтін мәселелерде қарсылығын ортаға қамшы тастаумен білдірген. Мынау да сарала қамшы. Мынау би болыстар ұстаған кісілер. Хандар ұстаған, атқамінерлер енді сондай кісілер ұстаған. Мына менен содан кейін ол кісілер дауыс берген. Би болыстар, егер былай дауыс берсе, міне, мен сіздің шешіміңізге келістім деген сөз. Егер былай дауыс, мынаны қамшыны тастаса былай міне, онда менің сіздің шешімге қосарым бар деген сөз. Айтарым бар. Қосам уәжім бар дейді ғой. Шешімге. Ал егер былай тастаса, мен сіздің шешіміңізге қарсымын деген сөз. Міне. Іштен айтпай, іштен етпейді, осы қамшыдан біледі. Ана кісінің айнала билер отырады ғой енді анау бидің алдында, сонда осылай дауыс берген бұл қамшыменен. Мына қамшының өзін сөйлете білген дейсіз ғой. Қамшыны сөйлете білген. Хандар, билер, жаңағы ел алдында жүрген ел ағалары ұстаған деп отырсыз ғой. Негізі мына қамшы өзі жалпы біздің дәуірімізге дейінгі 1-3 мың жылдықтан пайда болған деп айтады енді мына зерттеушілер. Одан кейін мына кешегі өзіміздің жерлесіміз Бөгенбай батыр керемет қамшыгер болды дейді. Аңыз бойынша қамшыгерлікте бір өнер ғой, оған да тоқталамыз қазір. Керемет өнер. Сол мына күлтегін білге қаған, анау мөде хандар, кешегі абылайлар, оларда осы қамшының бір айбары бар, қамшының бір сұсы бар, биліктің символы ретінде ұстаған ғой осы қамшы. Негізін бұл қамшы дегеніңіз рухы бар, бойында бір сондай адамға күш беретін, әрі сән салтанат үшін әрі атай дейтін құрал, әрі қару ғой бұл. Қазақ жігіттері ерте кезде ұнатқан қызының үйіне арнайы қонақ ретінде барып,
кетерінде білдірмей оң жақ керегеге қамшысын іліп кететін болған. Бұл үнсіз құда түсу, сөз салудың ишарасы. Қамшыны көрген қыздың ата-анасы жігіттің ниетін ұғып, оның өрімі мен әшекейіне қарап әлеуметтік жағдайын бағамдайды. Егер қыз ұнатса, қамшыны сақтап қалады. Ұнатпаса, кәдесімен қайтарып жібереді. Бұл сөзсіз, ренішсіз, терең түсінікке құрылған мәдениетті қарым-қатынас. Мына екі қамшы екі түрлі ғой міне. Сонда қамшыға қарап, әлгі жігіттің дәулетінің қандай екенін біледі екен. Қандай азамат екенін. Қамшысы жаңағы оқып түстелінген, әдемі әшекейлері бар, әдемі сән салтанатпен жасалған болса, ол жігіттің жаңағы дәулеті де бар, кішкене қолы мол жігіт деп есептелінеді екен да. Қарабайыр бір қалай болса солай істелінген бір қамшы болса ебедейсіз. Онда ол жігіттің де жаңағы өзінің мінез құлқын білдіріп тұрады екен. Қамшы қазақ халқының болмысы мен рухының терең символы. Ұлт болмысынан ажырай бастаған бүгінгі уақытта ұмыт болған осы қасиетті жәдігерді қайта тірілту, тек салт дәстүрді жаңғырту емес, рухани жаңғырудың нақты көрінісі. Қамшы қазақтың қолындағы ғана емес, жүрегіндегі құндылық. Бүгінгі ұрпақ үшін ол салттың символы емес, рухтың өзі. Қамшыны дәріптеу өткенге тағзым ғана емес, келешекке сенім ұялату. Бұл тамырдан ажырамау, болмыстан бас тартпау, ұлт рухын жаңғырту. Өйткені қамшы қазақпен бірге туған, қазақпен бірге жасасқан, қазақпен бірге мәңгі жасайтын мұра.